Туризмді әдемі сөз емес, әрекет дамытады. Әр табиғи аймақ мүмкіндік, әр тарихи аймақ мүмкіндік, әр туристік аймақ мүмкіндік. Мен Әбсамат Мұхаммед-Азиз, халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінде оқимын. Мамандығым туристік агент. Бұл бейнені 100 үздік студент конкурсына арнаймын. Біздің колледж туризм саласынан үздіктердің ішінде. Керемет мұғалімдердің арқасында тек теория емес, практикаға да көңіл бөліп, мамандық бойынша іс атқарудамын. Өз мамандығым туралы өз ойымды айтып, жобамды таныстырғым келеді. Және де 100 үздік студент атына сай болып, жетістіктермен мамандық бойынша еңбегімді айтайын. 2025 жылғы мен кәсіпкерім республикалық грант турнирінің жеңімпазы. Әлемдік 2025 жыл Астана қаласында өткен бокс чемпионатына ерікті ұйымдастырушы. 2024 жыл 15 президенттің басын қосқан халықаралық Шанхай саммитінде ерікті ұйымдастырушы. Және де дүниежүзілік көшпенділер ойынының, дзюдо паралимпиаданың тағы басқа көптеген әлеуметтік акциялар мен іс-шараларда ерікті болдым. Ал енді кәсіби мамандық үлесімді айтсақ, оқу барысында өз жобамды бастап, 2 мәрте шетелде гид болдым. Таулы жорықтарға шығып, ұлттық табиғи парктерді зерттедік. Әртүрлі мәдениеттерді зерттеп, алуан түрлі жануарларды кездестірдік. Бірақ та саяхаттардың ең ерекшесі ол адамдар. Жақындарымен уақыт өткізіп, әлем шарлап, шетелден жақсы адамдармен достастық. Мен жобамды, яғни жаңа туристік компанияны дамытуға тырысамын. Біз енді ғана 2 тур өткіздік. Жылдың соңына дейін 10 рет авторлық тур өткізгім келеді. Менің мақсатым сыртқы туризмді дамыту арқылы ішкі туризмді дамыту. Әлемдегі туризмі ең дамыған елдерден идея мен инновацияларды үйреніп, біздің халықтың саяхаттап, яғни бостандық сезіне алу. Ал сіз үшін саяхаттау деген не?